Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен батон нан пісіретін боламыз. Өте жұмсақ әрі оңай. Ол үшін алдымен менің каналыма подписацияны басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің ең оңай рецепттерімді бірінші болып көретін боласыздар. Ал ендеше кеттік. Бізге ол үшін тек қана ұн, дрожж, тұз және жылы су, бір чайный ложка қант керек болады. Оныңыздың көлеміне байланысты тұзыңызды, дрожжыңызды салып аласыз және кішкене қант қосып жіберіп қамыр илейміз. Қамырымызды қатты жұмсақ емес, қатты да емес, орташа көлемде қылып илейміз. Осылай 1-1,5 сағатқа ашытуға қойып қоямыз жылы жерге. Қамырымыз осылай көтеріліп әдемі болып ашығаннан кейін мен 2 батонға ғана иледім. Осылай батонның формасын келтіріп табамызға қойып қоямыз. Бұл да көтерілу керек. Бұны кем дегенде 1 сағатқа немесе 40 минутқа қойып қойсаңыз, қамырымыз әдемі болып көтерілетін болады. Бетін жауып қойыңыздар. Сосын бетін өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдеп қоясыз. 180 градуста пісіріп аламыз. Нанымыз дайын. Өте жұмсақ, жәрі жасалуы оңай. Жасап көріңіздер.